Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Бүгін Наурыздың 10-нан 11-не қараған түн. Бүгін таңертеңнен бастап ауа райының күрт бұзылуына байланысты Қарағанды Астана трассасы жабылып, таңертең шыққан кісілер 9-дан бастап трассада әлі күнге дейін осы уақытқа дейін тұр. Жолда жол апаты болып, адам қазасы да болып жатыр деп естіп жатырмыз. Алла жеңілдігін берсін. Біз Теміртау қаласының Жақып Ақбай мешіті имамдар осы мешітті Республика 75 осы мекен-жайда сіздерді күтеміз. Осы жерге келіп кісілер орналасып жатыр. Бізде ерлердің, әйелдердің залы бөлек, жатын орын, теплый пол, төсек барлығы бар. Мешіттің ішінде дәретхана, ыстық су, салқын су бәрі бар. Жуынатын жеріміз бар. Сондықтан мынау жолда қалған кісілер осы біздің мешітімізге келіп орналасып, аяқ созып, ертеңге дейін демалып алсаңыздар болады. Жол ертең таңертең ғана тазаланғаннан кейін ашылады түске дейін. Сондықтан келіңіздер, сіздердің қызметтеріңіздеміз. Егер ыстық тамақ жеймін десеңіздер, тағы да кафеден. Онда Махаббат кафесі таң атқанша жұмыс жасайды, 24-те 7. Құдай қаласа, сіздердің қызметтері. Сол жерге барып ыстық тамақ ішсеңіздер болады. Ол трассадан кірген кезде Алихан Бөкейхан мешітінің жанында. Металлург 60 деген мекен жайда. Біз Республика 75 Жақып Ақбай мешітіндеміз.